Ассалаумағалейкум, армысыздар. Менің дәулетті қалқам, дәулетті оқырмандарым, дәулетті шәкірттерім. Қалайсыздар? Және де қосылып отырғандағы себебім қажет мед массаж орталығына массажға адамдар аламыз, массаж жасайтын адамдар аламыз. 4-5 аламыз. Өйткені қажет медке 4-5 мастер аламыз. Қойылатын талаптарын айтып жіберейін. Қажет мед массаж орталығынан оқып шыққан қыздар аламыз. Өйткені бізде қажет мед массаж орталығында біз менің еңбек сүйгіштігімді сол Қытайдан келгеннен сағат 8-де жұмыс жасағаннан мінекей әлі сағат 8-де жұмыс жасап отырмын. 2006 келген болсам қазірге дейін қанша жыл болды? 16 жыл болды ма қыздар? 16 жыл бойы мен еш нәрсені жұқтырған жоқпын. Маған көп адам айтатын, адамдардың жалқаулығын жұқтырып аласың деп. Жоқ, жұқтырған жоқпын, Құдайға шүкір. Міне жұмыс жасамасам да, оқытпасам да, таңертең ерте келіп, қыздардың жанында қыздарға тоқ беріп, қыздарға күш беріп, қыздардың шайын дайындап, қыздарменен сөйлесіп, клиенттерді қарсы алып, сондай қыздармен етене байланыста отырмын. Және де халқыммен міне тікелей эфирде отырмын. Оқушылар тауып, клиенттермен сөйлесіп дегендей. Мен кәсібімді ерекше жақсы сүйемін. Кәсіп талдауда, бай талдауда супер болып алдым десем. Бай талдауда қателескен жоқпын. Байым да күшті, балам да күшті, халқым да күшті. Барлық нәрсем күшті болып жатыр, Құдайға шүкір. Не үшін көресің, соны айтып жіберші. Менің тікелей эфирімнен не аласың? Бірдеңке үйренесің бе? Жоқ. Йогаға келемін дейді. Айтпақшы Гүлжан. Қазан айының бір күні кешке жақын сағат 5-те йогаға келе, йоганың дүниелерінің барлығын алып, апорттың ішіне кірсең, апорттың екінші этажында спорттық киім сататын жер бар. Сол жерде йоганың заттары бар. Сапалы, астыға төсейтін кілем, жалпақ, сапалы, тайып кетпейтін, содан кейін жаңа аяғыңызға киетін нәскиі. Соны алып алшы Гүлжан, содан кейін менімен бірге йогаға түсесің. Алла қаласа ылғи да менімен бірге жүресің йоганы. Мен сіздерге шығыстың денсаулыққа пайдалы йогаларын үйретем. Мен осы жолы байымды да йогаға түсірейін деп тұрмын. Өйткені байымда йогаға түскені жақсы. Өйткені йога деген біздің денсаулығымызға ең керемет пайдалы спорттың бір түрі. Ал алыс қалада қарап отырған кісілер, келе алмасаңыздар, қайтесіздер, Instagram парақшадағы сақталып тұрған йогаларды барынша өзіңіз қаншалықты жасай алып жатырсыз. Сол бойынша тоқтамай күніне қайта 20 минут болса да жасап жүріңіздер. Йога адамның тыныс алу жолына пайдасы бар. Содан кейін біздің сіңірлерімізге пайдасы бар. Сіңірлеріміз қатайып қалмайды. Сіңірлерімізге өте пайдасы бар. Одан кейін жүректің қан айналымға, жүректің қызметін жақсартады. Одан кейін жыл өткен сайын бойымыз чөкпейді, аласармаймыз. Одан кейін йога жасап жүріп, йога жасап, терең дем алып, деміңді ұстап, деміңді шығарып, әр жаттығуды жасаған кезде деп демді алып, демді 20 секундтай ұстап тұрып, демді қайтадан деп шығарып, осылай йогаларды жаймен жасай беретін болсаңыздар, қыздар ешқандай стреске жол бермейсіздер. Сіздерді ешқандай стресс басқара алмайды. Сіздер стрессті басқарып аласыздар. Сіздер ер тоқымдап мініп аласыздар. Қазір стресс деген нәрсе сіздерді мініп алған. Ер тоқымдап мініп алып, қайда барайын десең барғыздырмайды. Дәрменсіздендіріп қойған. Сол үшін бірінші адам иммунитетін көтеру үшін, стресске түспеу үшін, жақсы ойларды ойлау үшін, жақсы қадамдарға басу үшін, жақсы қадамдарға жол ашу үшін, өзін өзі ұстау үшін, өзіне өзі ие болу үшін бірінші дұрыс тамақтан бастаймыз. Таңертең орнынан тұрып, таңертең аш қарынға бір осындай стаканға 200 грамм су құйып, оның үстіне лимонды сығып жіберіп, араластырып, өзіңнің бүгінгі күніңнің керемет болатынына өзіңді өзің сендіріп, өзің ойыңды сендір, жаныңды сендір, тәніңді сендір. Тәнің сеніп қалу керек сенің керемет болатыныңа. Сөйтіп ылғи да қайталай бер, мен қандай кереметпін, мен не деген күштімін, менің жолым болғыш, өмір деген оп-оңай жеп жеңіл. Айнаға қарап отырып өзіңе сөйле. Алла тағалам қандай құдіреттісің, маған осындай керемет бір миды беріп қойыпсың, ой ойлайтын, мынандай дамитын, осындай бір керемет құралды берген екенсің ғой. Ми деген қандай алапат күш.
ешкімде жоқ мисс, менде бар екен ғой, не деген кереметпін, бүгін самса жасағанды үйреніп алдым, мә йога жасағанды үйреніп алдым, мә интернеттен күшті жиһаздарды көрдім, қандай керемет, осы миыма алғысымды айтайыншы деп ана миға алғыс айтуыңыз керексіз. Ал ол кезде сіздің жаңа жеңгешеңіз жетіп келеді, ой не қыласың, не істеп отырсың, не шындық ұстап айнаға қарап өз-өзіңмен сөйлеп отырсың десе, жеңгешем менің өміріме араласпаңызшы. Сіз өз өміріңізді жасаңыз, мен өз өмірімді жасайын, әркім өз өмірімізді жасайық, Құдайға шүкір, менде барлығы жақсы деп жаңағы жеңгешеңізді ары қарай лақтырып жіберіңіз да өзіңіздің миыңызды дамытыңыз. Ми қай кезде дамиды? Миға тамақ берген кезде ми жұмыс жасайды. Тамақ бермей, су бермей қойсаңыздар, ми қатып қалады қыздар. Сол үшін күніне 1,5-2 литр суды отырып алып, мына мен сияқты, мынаны айтпақшы қыздар, не дейсіздер? Мынаны хунзау дейді қытайша, чие дейді. Осы чиені салып қойыңыздар. Бір қасық бал салып қойсаңыздар да болады. Бір кішкене қасық бал. Ылғи да қайнаған суды іше берсеңіз, дәм аузыңызда дәм болмай қалады. Сол үшін арасында осындай жемістерді салып қойып ішсеңіздер болды. Солай ойыңызға алданбаңыз. Ой оттай береді. Ой не дейді саған? Ой не істейсің? Мүнира деген артық сөз сөйлеп отыр, өтірік айтып отыр дейді. Ойға алданбаймыз. Ойға айтамыз, ой отыра тұршы, айналайын жаным сол, жаным сол. Осы күнге дейін мені алдадың ғой, осы күнге дейін мені семірттің ғой, енді саған алданатын күйім жоқ менің. Отыра тұр, айналайын жаным сол деп ойға алданбай, ой сізді алдап жатқанда, ой сен мені осы күнге дейін алдап келдің. Сен маған не бердің? Сен маған ешнәрсе берген жоқсың ғой. Сол үшін мен бұдан кейін мен сені тыңдамаймын деп ойға айтыңдар. Әйтпесе адамның бір күнде адамның ойына 99 ой келеді. Неше түрлі ойлар келеді. Ой не істейсің? Барып массаж үйреніп. Үйренбей ақ қой, ол қатын өтірік айта береді деп ойың саған айтқан кезде ойға айтасың. Айналайын, тұра тұр. Үйреніп алайын. Сенің айтқаныңды осы күнге дейін тыңдап келдім. Менде тыңдайтын уақытым да жоқ деп ойды тоқтатыңдар. Содан кейін және де бір ой келеді. Ой, сенің қолыңнан келмейді массаж жасау. Оны ана Қытайдан келгендер ғана жасай алады дегенде ойға айтасың, қойшы, баршы жүгірсен. Или болмаса жақсы жарайды, сенікі дұрыстап қойып алдап, ойды алдап, айландып қашып, миды істетеміз, миды сап еткізіп. Көп нәрседе оқушылардың көбі оқуға, қыздар келіңіздер, оқуға жазылыңыздар, мынаны шақшап табасыздар деген кезде, ол қыздар маған сенеді де бірден 5.000 теңгелерін аударып, 30.000 теңгелерін аударып, маған оқуға тіркеледі. Тіркеліп болғаннан кейін біраздан кейін жатқан кезде ой сап етіп келеді да, ана қатын сені алдады. Сен үйрене алмайсың мына массажды деп ойың саған сап етіп жетіп келген кезде сен ойға алданып қаласың да, қайтесің, сен дұрыс айтады екенсің дейсің да, Мүнираға звондайсың. Ойбай, менің ана ағам ауырып қалды, бауырым ауырып қалды, менің ана соғым алып жейін деп жатыр едім, сол соғымға ақшам жетпей қалды, мен оқымайтын болдым, ақшамды қайтарып берші дейді. Сол үшін қайтесіздер, сол кезде сіздерді ой алдап жатқанын біліп қоясыздар да, қайтесіздер, жоқ мен дереу ой сені алдап жатқан, осы орында алдап жатқан болса, дереу орнынан түрегеліп кетіп, жаман ой ғой, ол жаман ой, сенің өсуіңе, сенің дамуыңа кедергі болып жатқан ойдың орнына жаңа нәрсе ауыстырып жібересіңдер. Жаңа нәрсе ауыстырған кезде бірден музыка тыңдап жіберіңдер. Музыка тыңдап билеп жіберіңдер. Ай деп билеңдер. Или болмаса ойдың орнына дереу тамақ ішіп жіберіңдер, чай ішіп, ойды айланып өтіп кетіңдер. Оған, сенікі дұрыс па? Сен дұрыс айтасың, ана Мүнира өтірік айтты деп оймен бірге әңгімелесіп отырма. Мен сөзім түсінікті болып жатыр ма, қыздар? Түсіндіре алып жатырмын ба? Өзіммен өзім сөйлеп отырмын ғой. 115 адам. Жауап беріңдерші, қыздар. Менің сөзім түсінікті болып жатыр ма? Түсіндіре алып жатырмын ба? Келісесіңдер ма, қыздар? Жауап беріп жіберіңдер, содан ары қарай әңгімемді өрбітейін, иә дейді. Түсінікті дейді, ой жандарым сол. Керемет дейді. Болды. Келсемін дейді. Иә дейді. Ой жандарым, ой түсінікті дейді. Менің дәулетті оқырмандарым. Керемет қой, негізі менің оқырмандарым бар ғой. Менің Инстаграм парақшама көп адам кіріп, менің Инстаграм парақшамды көреді екен. Мелиссада істейтіндер болсын, әйтеу көреді екен. Бірақ та маған тіркелмеген ғой. Еш нәрсе етпей, тіркелмесе қойсын, көре берсін. Келсемін өте орынды дейді. Келсемін дейді. Иә дейді. Келсемін дейді. Ой молодец. Ой өте дұрыс дейсіз. Өте тамаша дейсіз. Міне, сонда біздің жаңа жұмыс жасаймыз деп, жаңа жұмысқа қадам бастаған кезде, сол қадамымызға тосқауыл болатын, сол қадамымыздың жолын бекітетін мына біздің сасық ойымыз екен, сасық ойымыз. Өркендеме, өспе, жат, қайда барасың? Отыр осы жерде. Осы өмір саған ұнайды ғой, не істейсің оны? Ол қатын сайрай береді, ол қатын сөйлей береді.
деп өтірік айтады деп солай ой сіздерді алдап қояды. Сол үшін ойға алданбай миды дамытамыз. Ми деген, одан кейін ой деген нәрсе бар ғой, ол өткінші сезім ғой қыздар. Ойды бүйтіп ақырын сондай ой деген кезде дереу деміңді ішіңе алып 30 секундтай деміңді ұстап тұрып, ана ойды бақылашы. Ойды бақылап тұрсаң, содан кейін бақылап тұр да, одан кейін деміңді деп шығарып жіберіп, содан кейін дереу түрегеліп билеп жіберсең, ана ойдың қайда кеткенін білмей қаласың. Кетіп қалады. Ой деген жаңа нәрсе үйренем дегенде сап етіп келеді. Сөйтіп ойды алдап жүріп қайтесіздер, миды дамытып аламыз. Ми дамыған кезде ой жайында қалады. Бізде қазір ми дамымай қалды да, ойға басымдық беріп қойып, біз ойдың құлы болып қалдық. Ой бізді ер тоқымдап мініп алды қазір. Жүргенін салып тұрып аузымызға мініп алды. Енді қайтеміз, ойды теуіп түсіріп, ойды біз мініп алуымыз керек. Сол үшін қыздар қайтеміз, массажға келіп, массаж үйренбесеңіздер де массажға келіп, мына құлақтан бар ғой, мына құлақты бүйтіп қойып, былай қарай қойған кезде, тура төбеде мына жерде бәйхүйше деген нүкте бар, бәйхүйше. Мен оған қазақша бақыт нүктесі деп ат қойдым. Шығыс медицинасында зерттегенде мына жерде бәйхүйше деген нүкте бар. Осы нүктені бастырып, массаж жасап, мидың қызметін жақсартып, миды оттегімен қамтамасыз етіп, ми клеткасын жандандырамыз қыздар. Сол кезде біз ойға қайтеміз, ойға берілмейміз. Бізде қан айналымы жақсы болған кезде бізде иммунитет күшейеді ғой. Содан кейін барып біз үйренем деген нәрсемізді үйреніп аламыз. Содан ми қайтеді, ми дамиды. Жүректі қайтып, ми дамыған кезде, жүректің қызметі жақсарған кезде, организм ағзаларымыздың қызметі жақсара бастаған кезде, қан айналымымыз дұрысталған кезде біздің өмірімізге ақша келеді қыздар. Біз үйде отыра берсек, ойға алданып отыра берсек, миымыз жұмыртқа сияқты сасып кетсе, ми істемеген жерде онда меңіреу боламыз. Ми істемеген жерде меңіреу болсақ, онда бізде тапқырлық та жоқ, жасампаздық та жоқ, өзіміз ие бола алмай, біреу не десе соны істеп, ең ақырында қайтеміз, ойдың құлы болып іріп-чіріп өлемізде қаламыз қыздар. Сол үшін орындарыңыздан түрегеліп, күнде бәйхүйшені басып, мына көздің қиығы мен мына жерменен, мына қастың мына жерінде ортасында таяң шүйе деген нүкте бар. Қыздар, таяң деген сөз, күн деген сөз. Күн нұры нүктесі деп мен қазақшаға ат қойып қойдым қыздар. Қолымызға кремдеріміз бар емес пе? Крем болмаса үйлеріңізде массаж жасайтын майдан біреу алып қойыңыздар. Соны алып, ортаңғы саусақпен басыңыздар. Өзіңіздің денеңіз жайсызданып, көңіл күйіңіз аяқ астынан астан кестені шығып, өзіңіз құлазып, мазаңыз қашып, біртүрлі біреуден бірдемені дәметіп, какой-то біртүрлі өл қанатын құсап, құлазып, біртүрлі жаман бұл көңіл күйлеріңіз бұзылады ғой. Сол кезде сіздер орындарыңыздан дереу түрегеліп кетіңіздер. Ол жерде тұрмаңыздар, орындарыңыздан түрегеліп, айғайлап, ән айтып, билеп, чыңғырып, су ішіп, йогаға дәрменің жетпесе қайтесіңдер, массажға келіп, ыстық моншаға барыңдар. Моншаға барып, ыстық монша алып, одан кейін өзіңіздің ұнатып жейтін тамақ жейтін жерге барып, өзіңізге тамақ беріп, өзіңіз ұнатып киетін киіміңізді алып киіп, оның күйеудің алып беруін күтпей ақ қойыңдар қыздар, өздерің алып киіп, содан кейін қайтесіңдер, терең дем алып, демдеріңді шығарып, секіріп, кішкене бір 9 айлық балалар шалқасынан жатып алып, екі аяғын ұстап алып, бүйтіп деп аунап жатады ғой. Тура сол тәсілді жасаңдар, мен кешке жақын йогада көрсетіп берейінші. Сол тәсілді жасап, өзіңді бала ретінде сезінсеңіздер, жаңағы құлазып тұрған нәрсе іштеріңізден шығып кетеді. Ол сезім, құлазу сезімі. Сіздер сол құлазу сезіміне әбден уланып қалған әйелдердің көп уланып қалған. Соны какой-то сол уланып қалған сезіміңді біреу келіп саған шығарып беретін сияқты сен дәметіп жүрсің. Сен уланып қалған ол сезіміңді ешкім келіп саған шығара алмайды қыздар. Өзің шығарасың қыздар, өзің. Қай кезде шығарасың? Қазірден бастап коктейль ішіп, жақсы тамақтарды ішіп, өзіңнің тәніңді уқалап, тәніңді сезініп, массажға келіп, нүктелеріңді бастыртып, йога жасап, міне өстіп, өздеріңізді жақсы көрген кезде, сонан кейін жолдасымызбен, байымызбен жақсы сөйлескен кезде, тіл табысқан кезде,
ер адамдарда әйелдерге жақсы қарау керек қой негізі алғаннан кейін. Ал әйел адамдарда ер адамдарға жақсы қарауымыз керек. Бір-бірімізге жақсы қарасақ, жаңағы құлазу сезімі бізде болмайды, қыздар. Керемет айтып жатырсыз дейді. Бүгін дүние жүзі, бүгін Жан, не деп жазасыз бүгін? Жанбай, менің байым инстаграмда тұр ғой. Айтқаныңыздың бәрі күшті дейді, иә? Дұрыс. Қыздар, сол үшін денсаулыққа ең пайдалы нәрсе ол орныңнан түрегеліп, жаттығу жасау. Не бір әдемі жаттығулар бар ғой, соларды аз-аздан жасай беру. Содан кейін аптасына бір 2 рет келіп, нүктелеріңізді бастыртып тұру. Содан кейін күніне 1,5-2 литр қайнаған су ішу. Содан кейін коктейльдерді ішу. Содан кейін жаңағы жаныңызда сөйлескен кезде құрбыларыңызға қараңыздар. Құрбыларыңыз сіздерді блокқа салатын құрбы болмау керек. Құрбыларыңыз қалай болу керек? Құрбыларыңыз вау, ау деген өмірге құлшынысы бар. Сен бірдеңе айтсаң, мен массаж үйренейін деген едім, массажға барып десең, құрбың айтатын болу керек. Иә, сол массаж деген керемет екен. Барып үйреніп келші. Мен саған клиент боламын дейтін достарың, құрбыларың болса, солармен ғана сөйлес. Ал қалай? Ойбай, не қыласың ол массажды? Үйренбей ақ қой дейтін құрбы болса, ақырын, иә, деп, ақырын ғана кетіп қалсаң болды. Мен сенімен араласпаймын деп айтпай ақ қой. Жай ғана кетсең болды. Керемет жансыз ғой дейді. Жаным деп менің байым отыр. Неге қайнаған су дейді? Шикі су, енді фильтрден өткен жылма су болса, іше берсеңіздер болады. Фильтрден өтпеген су болса, онда оны қайнатып барып суытып ішіңіздер. Үйдің ішіндегі фильтрдің жылма су болса, іше беріңіздер. Суды мысалы мына ыдысқа суды құйдық қой, құйып бір рет қайнатып алдық қой. Ол суды және де екінші рет қайнатуға болмайды, қыздар. Бір-ақ рет қайнаттың, болды, бір-ақ рет ішесің. 2 рет қайнасаң, судың құрамындағы витамин өліп қалады, қыздар. Ғалымдар зерттеген. Содан кейін су ішіп отырған кезде жақсы ойлар ойлап отырып ішеміз. Жақсы ойларды. Негізі бар ғой, әйел адамдардың жақсы жүруі, әйел адамдардың жасаруы, әйел адамдардың көркем болуы көбінде біздің еркектерімізге де байланысты ғой. Ер адамдар біздің тілімізді тауып, бізбен сөйлесу керек, тіл табыса білуіміз керек. Бізде қазақ жігіттердің көбі мына әйелдермен жақсы қарым-қатынаста болмайды. Менің күйеуім екеуміз жақсы сөйлесеміз, Жан, айт қойшы оқырмандарыма. Екеуміздің әңгімеміз таусылмайды. Таңертең орнынан тұрғаннан бастап екеуміз әңгіме дүкенін құрамыз. Сол құрғаннан құрамыз. Мен күйеуімді көбірек тыңдаймын, не айтады екен деп бетіп құлақ саламын. Содан кейін байымның әңгімесін тыңдаймын мен. Сол кезде байымды әңгімесін айтып жатқан кезде, оның әңгімені не үшін айтып отырғанын мен білемін. Бір әңгімесінде мен біліп қалғанмын. Енді мен байымда бұрын қатыны бар жігіт қой, енді маған 18 жаста болып үйленген болсақ айтпайтын едім, енді айта берейін. Бір ретте байым екеуміз әңгіме айтып отырдық. Әңгіме айтып отырған кезде мен тіп қарап әңгімесін бақылап отырдым. Бақылап отырсам, мен әйел адамдардың макияж жасап, әдемі жүргенін керемет ұнатамын. Менің бұрынғы әйелім аса бір макияж жасап жүрмейтін деп әңгіме айтып қалды. Сол кезде мен не істедім, қыздар? Менің күйеуім макияж жасап, әдемі жүргенді ұнатады екен ғой деп қайттым. Мен дереу макияж жасап жүргенді әдетіме айландырып алдым. Өйткені неге? Менің күйеуім соны ұнатады екен. Көрдіңіздер ме, қыздар? Сонда мына еркектермен ақырын әңгімелессеңдер, олар өздерінің ішкі сырын айтады екен ғой, жан деп. Сонда бізде әйелдер мынандаймыз ғой, бір бала тауамыз, 2 бала тауамызда шаршап қаламыз да, жаңағы макияжды жасамайды екенбіз. Шаршамасаң да қалай? Әйелдердің көбі шарша қалатын себебі жаңа ойға алданып шарша қаламыз. Ой деген неше түрлі нәрсені айтады ғой. Ойбай, күйеуің шығып кетті, кімдермен бірге жүр екенін қайдан білесің? Ойбай, күйеуің КамАЗ айдап жүр, қайдан білесің? Жолда неше түрлі қатындар бар деп, сенің ойың деген, саған ойың бір жақсы нәрсе айтпайды. Қарап отырыңыздаршы, қыздар, сіздер ойларыңызды бақылаңыздаршы, ойларыңыз бір жақсы нәрсе айтпайды. Содан қайтеміз, біз сол ойды ойлап, сол оймен бірге деп отырып, ана макияж жасайтын уақытымыз да жоқ. Ойға құл болып, ойдың айтқанын істеп, шаршап, өзімізбен өзіміз түк істемей шаршап, ана бетімізге макияжда жасамай, алжа болып, кәрі кемпір болып кетеді екенбіз. Содан кейін еркектер қайтеді екен, сұлу келіншектерге қарай бастайды екен ғой. Сол үшін не істейміз, қыздар? Ойға алданбай, ойды біз басқаруымыз керек. Ой бізді басқармау керек, біз ойды басқаруымыз керек. Қыздар, түсіндіре алдым ғой деймін. Сөйтіп, күнде осылай макияж жасап, күшті болып жүруіміз керек екен.
Шаштарымызды неше түрлі қылып өзгертіп, содан кейін фигураны жібермейміз қыздар, иә. Қыз кезде қалай болдық, дәл солай боламыз қыздар. Еш нәрсені жібермей ұстап тұруға болады қыздар. Иә, ол шайтан ғой, жаман ойды салатын дейді. Иә, дұрыс. Діни сөзбен сөйлесеңіз, ол шайтан. Ғылыми сөзбен сөйлесеңіз, ол ой. Екеуі қайсы ұнаса сонымен сөйлей беріңіз. Сөйтіп, мен сөйлеу арқылы о кісіге біліп алдым. Содан кейін, және де бір күн әңгімелесіп отырдық. Мен көп сөйлетем. Байымды көп сөйлетем. Бір күні және де бүйтіп әңгімелесіп отырсам, менің анамның жасаған ет асқан кезде менің анам соның ішіне бидай салатын, сол кезде дәмді болатын деп бір әңгімесін естіп қалдым да, сол күні кешке жақын дереу ет астым. Ет асып, ішіне бидай салып, тары салып, қатық салып, сорпасымен етімен алдына апарғанда мені құшақтап, осы тамақты жемегеніме қаншама уақыт болды. Мен бала кезімде ғана, әжем бар кезде, анам бар кезде ғана осы тамақты жегем. Анам дүниеден өткелі, мен қазірге дейін мен жей көрмеппін бұл тамақты деп айтқан кезде, дедім ғой. Көрдіңіз бе? Сонда ер адамдарды көбірек сөйлетіп, ішіндегісін біліп алып, соны жасап беріп отырсақ, олар бізге жақсы қарайды екен. Енді мен байым үлкен кісілердің қолында өскен ғой. Ата мен әженің қолында өскен кісі ғой. Соны айтып отыр. Қайынсіңлілерін көріп, мамамыз әлі бар ғой деп ренжіп жүрмесін. Менің байым ата мен әженің қолында өскен. Өз туған енем бар. Әңгіме айтып отырған кезде солай айтып отырады ғой. Шашыңыз ұзын еді ғой дейді. Енді қараңыздаршы қыздар. Шашты да өзгертуіміз керек, қиып көруіміз керек, өсіріп көруіміз керек, сарыға боятып көруіміз керек, қызыл неше түрлі өзгертіп тұруымыз керек қой қыздар. Мына баяғы жартас, сол жартас екен деп бір орында тұрсаң, еркегіңе де қызықсыз болып қаласың. Сол үшін күйеуіме әдемі көріну үшін шашымды біресе сары қылам, біресе қара қылам, біресе кестірем, біресе өсірем. Солай өзгеріп тұрам қыздар. Босанғаннан кейінгі күйзелістен қалай айығуға болады дейді. Қыздар, босанғаннан кейін адам не үшін күйзеліске түседі, мен түсінбеймін. Сен деген бар ғой, бақытты ана болып жатсың, ана аталып жатырсың. Дүниеге бала әкелдің, сен не үшін күйзеліске түсесің, қыздар? Не үшін түсесіңдер? Ана аталып жатырсың ғой, ана болып жатсың ғой. Қаншама қыздар атана алмай жүр. Ол сен өзіңнің қолыңнан жасап отырсың ғой, ол күйзелісті. Ешкім саған сырттан берген жоқ қой. Ана атанған деген әйел адамның бақыт емес пе? Қаншама әйелдер бұл өмірден ана атана алмай, бала көтере алмай қаншама әйелдер кетті. Ол бақыт емес пе? Ол босанғаннан кейінгі күйзелісті сен өзіңнің қолыңнан жасап алдың ғой. Сен өзіңнің қолыңнан жасап отырсың ғой оны. Не нәрсеге көңілің толмайды соншалықты? Өзің сүйген еркектен бала таптың ғой, қандай бақыттысың? Балаң ұйықтап жатыр ғой, жаным-ау. Балаң ұйықтап жатыр. Балаң ұйықтап жатқан кезде орныңнан түрегеліп, менің инстаграмымдағы йогалар бар. Соны қойып, айғайлап, ән айтып, билеп, йогаға түсіп, мен қазір демалып жатырмын. Мен қазір сәбиіммен біргемін. Мен қандай бақытты анамын. Дүниеге сәби әкелдім. Қандай күшті деп, балаңның исін искеп, еміреніп, уызыңды беріп, сүтіңді жақсылап шығарып, күйеуің келгенше әніңді айтып, биіңді билеп, енеңді алдап, енешке-ау, сізден артық адам жоқ деп, өзіңмен өзің кәйіп болмайсың ба? Кәйіпті адам өзі жасайды ғой ішінен. Өзің қуанып отырсаң, өзіңмен өзің болып отырсаң, қуана аласың. Егер өзің жаман ойларды ойлап отырсаң, қайтесің? Стреске түсіп қаласың. Өзіңе байланысты ғой оның бәрі, жаным. Ана болған деген, баламен үйде отырған деген керемет жағдай ғой, қыздар. Деп айғайлап қояды екен дейді. Бала еміздіріп, жаңадан босанып отырған келіншектер массажға барыңыздаршы. Клиент қалдап болдың ба? Тікелей эфирде отыр. Ойбай. Сенің ұтысың не деген кішкентай, мына осы сенің ұтысың ба? Ойбай, мына Күлшираның ұтысы қараңыздаршы. Бір құйғанда бірақ құйып алып ішемін деп тұрсың ғой, айтпақшы. Қажетмет массаж орталығына 4-5 массажист аламыз. Қажетметтен оқып шыққан қыздар. Дұрыс айтасыз дейді.
кімге, Жұлдыз ханымға хабарласасыңдар да. Гүлшира менен Жұлдыз ханымның екеуінің емдиханынан өтесіңдер. Иә? Береші маған айтқош, оқырмандарым айтқой, менің емдиханымнан өтесіңдер. Сен өзіңнің группаңдағы оқыған қатындар шақырсаңшы. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Біз жетіспей жатырмыз клиенттерге демейсің ба? Келмей жатырмыз. Алла бұйырса, емтиханнан қалай өтесіз, солай жұмысқа аламыз. Сендермен бірге оқығанда қатындар бар ма группаларыңда? Бар. Соларды шақырсаңшы. Осы екеуінің емтиханынан өтесіңдер. Осы жылғы оқуға келе жатқан қыздардың ішінде де алматылық қыздар болсаңыздар, жұмысқа алып қаламыз, 5-6. 5-6-ыңды бірақ аламыз жұмысқа. 5-6 қызды бірақ аламыз жұмысқа. Неге біз мастерлер алып жатырмыз, білесіздер ме? Клиент көп болып жатыр бізде, клиент көп. Құдайға шүкір. Кешке жақын түнгі сағат 12-ге дейін жұмыс жасаймыз. Семеймен жұмыс жасайтын боламын қыздарды. Өйткені асыларманшыға, асыларманның ішінде кешке жақын келетін клиенттер көбейіп жатыр. Орыстар көбейіп жатыр, қазақтар көбейіп жатыр. Вай, қаланың ортасынан келетін адамдар көбейіп жатыр. Сол үшін Семеймен түстен кейін сағат 5-тен 6-дан түнгі сағат 10-ға дейін жұмыс жасайтын. 10-да жұмыс жасайтындар кешке жақын жұмыс сөйтіп ауысып. Ахметбек ағайға ең алғаш келген кездегіден қазіргі кезіңіз аспан мен жердей айырмашылық бар дейді. Кәне, жаным-ау, мен одан әзірге Ахметбек ағаға, Ахметбек Нұрсұйла ағаға барып, мен ілім алған кезде, оның алдында да менің массажым бар ғой, оның алдында да мен массаж қабылдайтынмын, жаңа Гүлжан деген қыздарды қабылдау жүретінмін. Ахметбек Нұрсұйла ағаға мен Instagram парақшаны жүргізуді үйрену, сайт жасауды, жаңа таргетип жарнамаға жіберуді, осы Facebook, Instagram, TikTokты қалай жүргіземіз, со заманауи құралдарды меңгеру үшін оқуға барғанмын. Оқуға барып, мен Instagramды сол жерден жақсы меңгеріп, содан бері қарай мен Instagramды дамытып келе жатырмын. Менің Instagramым белгілі жерге дейін дамып, менің подписчиктерім көп болып, сондай керемет болып келе жатқан кезде менің кассамда бір қыз бала жұмыс жасады. Сол кассамда қыз бала менің ноутбугымды жоғалтып тастады. Содан кейін мен айғайлап ана қызға ұрыстым. Ұрысқаннан кейін ол қызды жұмыстан кетіп еттім. Кетіп еткеннен кейін сол қыз бала менің Instagram парақшамды жуып тастады. Содан мен подписчиктерімдің көбін жоғалтып алдым. Одан кейін бері қарай және де жинаған подписчигім осы ғана, бірақ менің Instagramымда адамдар өте көп, бірақ тіркелмей отырған адамдар бар. Бұл жерде адамның дамуы Instagramдағы подписчигінің көптігіне байланысты емес, Алла тағаламның берген ырзығыма байланысты адамдар келіп жатыр, Құдайға шүкір. Бұрын қатты ұрысып сөйлейтін едіңіз, қазір басқаша сөйлейсіз дейді. Мен сабақ алып жатырмын, қыздар. Мен сеансқа қатысып жатырмын, мен өзгеріп жатырмын, мен ілім алып жатырмын, мен тазаланып жатырмын, қыздар. Мен бұдан кейін мен не үшін ұрсамын деген кезде, ол менің ішімдегі блогым екен. Бірақ мен ол ұрысқан кезде мен үйреніп алсын, біліп алсын, өзгеріп алсын деп ұрсады екенмін. Мен жаман жақтан ұрысқан емеспін. Бірақ ол менің ішімдегі, бала кезімдегі қалып қалған көп нәрсеге қолымды жеткізе алмай, ішімде қалып қойған ызам мен кегім екен. Мен солармен жұмыс жасап алдым. Жұмыс жасап, сеанстан тазарып алдым. Енді мен еш уақытта ол Мүнираны көрмейтін боласыздар. Ол Мүнира басқа жаққа кетіп қалды. Қазір енді ұрыспайтын Мүнираны көресіздер. Бірақ ол ұрысқан кезде де мен жаман жағынан ұрыспаппын. Үйреніп ал деп жаным ашып ұрсады екенмін. Мен сізді бірінші рет көріп отырмын дейді. Бірінші рет көріп отырған болсаңыз, қош келдіңіз. Менің парақшама келген қадамыңызға нұр піссін, басыңыз толған байлық болсын, жолыңыз ашық болсын, шаңырақтарыңыз биік болсын, босағаңыз берік болсын, өміріңіздің соңына дейін жететін байлық болсын. Менің парақшама қалай бірінші рет, қай жерден, кім арқылы қосылып қалдыңыз? Кім боласыз? Айта отырсаңыз болады. Аумин дейді Айна ханым. Және де көкелеріңізде сабақ қашан басталады дейді. Алла қаласа сабақ қазан айының 1 күні басталады. Тіркесеңіздер болады. Шашыңыз әдемі болып тұр, күшті болып тұр дейді. Иә, рахмет жаным, сол. Көреген көзіңізден айналып кетейін. Көзінде шері жоқ, өзін тапқан, көзі тек қана жақсылықты көретін, көзінің көру қуаты жақсы, көзінде шері жоқ адам, жүрегінің көз ашық адам, адамның тек қана жақсылық жерін көреді екен. Сұлуланып кетіпсіз дейді. Я, менің сұлулығымды көріп отырған сіздің де жүрегіңіздің көзі ашық адамсыз. Жүректің көзі ашылса, қақтықтың түсер сәулесі деп Абай атамыз айтпаштай. Жүрек көздеріңіз ашылған адамдар тек адамның жақсылық жағын ғана көресіздер, тек адамның сұлулығын ғана байқай аласыздар. Мен массажистпін, өзім тауып
ой, өтіп кетті. Мен массажизбін, өзім тауып алып қосылдым дейді. Молодец. Егер массажист болсаңыз, сіз қайдан оқыған едіңіз, клиенттеріңіз көп па, айлық табыс, енді айлық табысыңыз сұрамай ақ қояйын, біреудің табысын сұраған дұрыс емес. Өзіңіздің тауып жатқан табысыңызға көңіліңіз тола ма, клиенттеріңіз тұрақты ма, жоқ ылғи да жаңа клиенттер ма? Ал мен айтқаныңыз келсін, нұрлана беріңіз дейді. Сіз де менімен бірге нұрлана беріңіз. Сізді көріп, өз жұмысымды тастап, массаж үйреніп оқып алдым дейді. Ой, молодец. Қай неде оқыған едің? Қай ұшқында оқыдың? Дамуды оқыдың ба, ұшқында оқыдың ба, өрлеуді оқыдың ба? Сабақ онлайн бар ма дейді. Енді сабақты былай ғой қыздар, мен негізі сабақты офлайннан үйретем. Бұл массаж былай сөйлейтін нәрсе болса, онлайннан үйренсеңіздер болатын еді. Мен алай былай деп айта берсем, онлайннан, теорияны онлайннан үйренсеңіз болады. Бірақ практиканы офлайннан үйренген дұрыс. Ол жасайтын нәрсе ғой. Жасайтын нәрсе болғандықтан. Бірақ ол да шектеуге жатады. Офлайнға келіп үйрен, онлайннан үйренбе деген ол да шектеуге жатады. Өзі бір алғыр адамдар болады. Сөздің басын айтсаң аяғын түсінетін. Миы тамып кеткен алғыр адамдар болады. Ондай адамдар офлайнға келмей-ақ онлайннан сатып алып үйрене берсе де нәтижесін көреді. Егер де офлайнға келе алмайтын жағдай болып жаса, 8747 495 7489 нөміріне кәсіби ретім бар. Соған оқу сомаңыз 130 мың теңге, соны аударып маған чегін жіберсеңіз, мен бірінші Қазанға келе жатқан оқушылар бар ғой. Солар келген кезде телеграмнан чат ашады. Сол жерге мен сізді қосып қоям. Күнделікті үйретіп жатқан массаждарым күнделікті сізге барып отырады. Сол жерден қарап үйреніп алсаңыз болады. Енді Алла амандығын салса, ерте дүйсенбі күнінен бастаймын ғой деймін. Әр күні дүйсенбі күні ол болам бекен, болмай бекен білмеймін. Бірақ жаныма келгенде жасайын. Ойлағам ғой массаждың теориясын осы тікелей эфирде сөйлей берейін бекен, қыздар отырып жаза берсін бекен деп ойлағам. Бірақ бәрібір жаныма келген дұрыс сияқты. Бетіңізге пластика жасаттыңыз ба дейді. Бетіме көзімнің астының қалтасын алдырдым, содан кейін көзімнің үстін сәл көтертті. Бірақ менің өзімде қосқабақ бар. Қасымды жұла берген соң, ана еті салақтап кеткендіктен қайттым. Көзімнің етін сәл жоғары жағын көтерткізіп, көзімнің астының қалтасын алдырдым. Содан кейін ернімді үлкейттім. Содан кейін чүт бетіме витаминдер құйдырдым. Одан кейін Еди компаниясының косметикаларын қолданып жатырмын. Бұл жерде әйел адамдардың бірінші сұлу болып, әдемі болып жүруі ол ер адамға байланысты екен. Ер адамыңыз жақсы болса, мысалы менің байым өте күшті, маған жақсы қарайды. Екеуміздің ойымыз бір жерден шығады, содан кейін менің ойымды да тыңдайды ол кісі. Содан кейін маған жеңіл қарайды, мені қолдайды, мені сүйеді, мені жақсы көреді. Содан кейін мені аялайды, алақанына салып аялайды, қолтығының астына салып таң атқанша көрпемді жауып, иіскеп, маңдайымнан сүйіп шығады. Менің сұлу болып бара жатқанымның бірде-бір құпиясы осы байымның кереметтігінің арқасы. Алланың арқасы. Одан кейін байым осындай жақсы, бала күнімнен бастап қазірге дейін көрмеген махаббатты, сезінбеген сезімді жолдасым маған беріп жатыр. Менің күннен күнге әдемі болып жатқанымның барлығы сол кісінің арқасы деп айтамын. Қыздар, мен өтірік айтпай ақ қояйын. Айттым, бүттім деп өтірік айтпай ақ қояйын. Шынымен де жолдасыңызға байланысты екен. Әйел адамдардың жолдасы жақсы болса, әйел адамдар осындай құлпырып кетеді екен. Енді бала кезімізде бізде қазақтарда көп баланы толып тастайды да. Ана балаға қарап, мына балаға ана баласын нағашысына беріп етеді, мына баласын әжесіне беріп етеді. Ана менен әкенің нақты өзінің мейірімі түсетін бір баласы болады. Соған жабысып қарайды да, әке мен шешенің мейіріміне аса қанбағанмын. Сол мейірімді қазір менің байым маған бергендіктен мен осындай әдемі болып құлпырып кеттім. Шын айтам мен. Өтірік сөйлеп отырған жоқпын, шын. Бізде қазақтарда сондай ғой, көп баланы тауып алады да. Менен үлкен бір әпкем бар, оны әжеме берген. Ол әжемнің алақанында, әжемнің мейірімінде өсті. Одан кейін менен кішкене бір сіңілім бар, бір жас. Оны әке шешем өзі мейірім беріп өсірді. Мен ортада нағашыларыма береді, біресе береді, біресе алып алады. Біресе береді, біресе алып алады. Сөйтіп жүргенде ортада ешқайсының мейіріміне қан алған жоқпын, қанбай қалдым. Нағашымның мейіріміне қанған жоқпын, әке шешемнің мейіріміне қанбадым. Содан менің ішімде блоктар қалып қойды, ыза кек қалып қойды. Сонымен ол мейірімді мен қазір осы байымнан алып жатырмын. Байым
маңдайымнан сүйеді, еркелетеді. Шынайылығыңыз ұнайды. Күшті, Алла тіл көзден сақтасын дейді. Рахмет. Сіздер де сондай болуларыңыз мүмкін. Көп әйелдер сондай ғой, әке шешеден ала алмаған мейірді еркектен де ала алмайды, содан тозып, кәтейіп кетеді. Қайта бір әке шешесі бермеген мейірді күйеу берсе екен деп Алладан тілеймін сол қыздарға. Сол әке шешеден алмаған мейірді қазір байымнан алып отырмын. Енді әке шешемді жамандап отырған жоқпын. Ол енді шындық қой, шын нәрсе ғой, шындықтан қашып кете алмайсың. Шындықтың нәрсенің шындыққа бетпе-бет келіп сөйлескен дұрыс қой. Сауатты әйелсіз дейді. Рахмет жаным сол. Мен сауатты болған болсам, сен де сауаттысың ғой, мені көріп отырған. Ұзағынан болсын дейді. Рахмет. Иә. Ананың мейірін, әкенің мейірімін, еркектің мейірімін беріп жатыр ғой қазіргі Қоңыраттың жігіті. Қоңыраттың жігіті. Жақсы, күшті. Алла тіл көзден сақтасын, ұзақ ғұмыр берсін. Содан осындай сұлуланып кетеді екенсің. Одан бір жағынан онлайн массаж үйренсек болады ма деп. Жоғары жақта айтып кеттім, мен қазір тікелей эфирді өшіріп сақтап қоямын. Соны тікелей эфирді басынан көрсеңіз айтып қойдым, иә. Қырғызстаннан оқсақ бола ма дейді. Ой, жандарым, қырғыз ағайындар, айналып кетейін түрлеріңізден. Жандарым сол. Жақын жер екен ғой Қырғызстан деген. Келіңіздер, оқыңыздар. Барынша сіздер келгенше сіздердің қырғызша тілдеріңізден бір екеуін үйреніп алайын. Қырғызша біраз үйреніп алайын деп тұрмын. Өзбекше біраз үйреніп алайын деп тұрмын. Келіңіздер. Қоңырат болса біздің ағамыз болды ғой деп. Осы сіздің ағаларыңыз керемет болып тұр ғой. Енді мен сіздерге жеңгеше болам ғой. Менің де күйеуім Қоңырат дейді. Жақсы жігіт дейді. Бақытты болыңыз, баянды болсын бақытыңыз. Қоңыраттың жігіттері жан-жақтылы мықты болады екен. Күшті болады екен олар. Иә, бұл жерде барлық адамның мен негізі еңбек сүйгіш, ізденгіш, жүгіргіш қатымын ғой. Жүгіріп жүрем ғой, қай жерден қай өнерді алам, қай жерден қай нәрсені біліп алам, қай жерімді өзгертіп алам, қай жерімді өмір бойы жүрмейміз ғой қыздар, өмір бойы жылап еңіреп жүрмейміз ғой. Әкеміз бізге неге махаббат бермеді, шешеміз неге махаббат бермеді деп, ол кісілерге неге махаббат бермеді деп ол кісілермен айтысып жүрмейміз ғой. Өзіміз қазір ізденсек, интернеттің дамыған кезі ғой. Блогтарыңыз бар болса, сондай түсіп қалған блогтарыңыз болса, шығарып тазалап беретін мамандар бар ғой қазір. Шығарып тастау керек. Сол үшін мен қазір ол әкем мен шешемнің мен ала алмаған блогымдан шығып кеттім ғой. Шығып кеткендіктен осындай жұмсақ, әдемі, бақытты болып сөйлеп отырған. Әйтпесе мен шешем мені неге жақсы көрмеген, әкем мені неге жақсы көрмеген деп, анау мені жақсы көрмеді, мынау мені жақсы көрмеді деп айғайлап, бажылдап жүретінім содан екен ғой. Қайран өтіп кеткен өмірлер, ай. Болды, өткен өмірге салауат. Өткен күнім жоқ. Тек қана бүгінгі әдемі күнім бар. Менің байым ызаланып жүреді дейді, бірақ мен үндемей содан басам дейді. Күйеуіңіз ызаланып жүрсе бар ғой, мен үндемей жанында жүре берем дейсің ғой, бәрібір саған әсер береді. Ойлашы, бір семьяда жүрсің, күйеуің ызаланып жүрсе, үндемей жүрмін десең, онда сіздің күйеуіңізге көмектеспегеніңіз боқылады. Күйеуіңізді жетектеп алып, күйеуіңізді сіз ақылайсаңыз, ол жерде күйеуіңіз ренжіп қалады. Күйеуіңізді, негізі күйеуіңізді басқа бір мамандарға алып барсаңыз болады. Мамандарға апарып, сол жерге өзіңіз күйеуіңізге көрсетпей, ақшасын төлеп, күйеуіңізбен жұмыс жасатқызып алсаңыз болады. Мүмкін жаңағы мен сияқты ата-анасынан махаббат ала алмай, сол бала кездегі қалқаған блогымен жүрген шығар, қайдан білесіз. Сол үшін қайтесіз. Өзіңіз ақыл айтпай отырған, ақыл айтпай қойыңыз, неге ызаланып тұрсың, неге ана мына демей қойыңыз. Үндемей жүре беру ол болмайды. Үндемей жүре берсең, сіз не өмір бойы күйеуіңіздің ренжіп жүргенін қалайсыз ба? Бір күні күйеуіңіз дүниеден өтіп кетеді, өйткені ол ренжіп жүру, өкпелеп жүру жүрекке салмақ салады. Жүректің соғуы баяулап, бір күні жүрек тоқтап қалады. Сол үшін қайтесіз, оны үндемей жүруге болмайды. Үндемей өзім құтылып кетемін деп тұрсыз ба? Жоқ, болмайды. Енді сіз оны сүйіп тұрған болсаңыз, балаларыңыздың әкесі тұрса, бір жерге барып келейікші жүр деп жетектеп алдап апарып, бір жақсы мықты психологтарға барып, жанымен тәнімен жұмыс жасатқызып тастасаң, өзіңе жақсы болады. Содан кейін күйеуің күліп, үйіңде жұмсақ сөйлеп жүргені саған жақсы емес пе? Кімнен біліп алып жатырсыз?
Құралай ханымнан ба дейді, Айнұр Тұрсынбаевадан ба дейді. Қыздар, мен Құралай ханым менің клиентім. 2008-ден бастап Құралай ханым менің клиентім. Маған ылғи да массажға келетін, Әсел деген неме бөлесі екеуі. Құралайды мен Құралайды енді ол менің клиентім ғой. Бұрын бір-екі рет көріп, бір-екі рет нелерін жасағам, жұмыстарын жасағам. Мен қазір Құралайды көрмеймін. Өйткені уақытым жоқ мен Құралайға қарайтынға. Құралай жақсы келіншек. Құралай біздің еліміздің әйелдеріне үлгілі келіншек. Олдан үлгі алсаңыздар болады. Көп бала тауып жүрсе де фигурасын бұзбай сақтап тұрғаны, содан кейін коктейль Гербалайттың клубын ашып, коктейльге шақырып жатқаны, тұрыңдар, жұмыс жасаңдар, ояныңдар дегені ұнайды. Бірақ мен Құралайдың сабағына қатыспаймын. Менде оның сабағын алатынға уақыт жоқ. Мен өзі уақыты келген кезде кімнен сабақ алып жүргенімді сіздерге көрсетемін. Жарай ма? Айнұр Тұрсынбаевадан сабақ. Жоқ, Айнұр Тұрсынбаева деген ақын ғой деймін. Ол кісіні шын айтсам, енді ол кісі менің сөзімде сізде ренжіп қалып жүрмесін. Мен көп адамдарды қарамайды екен, мен көп адамды танымаймын. Менің танитыным Димашты танимын, өйткені Димаш туралы бір әңгіме айтып бер. Димаштың дауысы керемет, соны таниды екен. Мен өйткені көп кино көрмеймін. Бірінші қыздар, мен кино көрмеймін. Қазақша кинода көрмеймін, түрікше кинода көрмеймін, өзбекше де кино көрмеймін, үндінің киноларын тіпті де көрмеймін. Мен кино көрмеймін. Мен ән тыңдамаймын. Әншілерді де танымаймын. Мен тек қана классикалық музыкалар тыңдаймын. Соның үшін әншілерді де тыңдамаймын. Мен әншілерді не үшін тыңдамаймын? Әннің ішінде қарасаң, ой-пой, пай-пай, өтіп кеткен өмір-ай дейді. Қарашы, өмір неге соншалықты сенің ойлағандай ондай күрделі емес қой, жеңіл ғой. Одан кейін зарлы, қара кемпір, қара шал деп жатады. Не ол? Соның үшін ән тыңдамаймын. Киноларды мүлдем көрмеймін. Өйткені сіз бір киноды көріп, сол киноды қатты беріліп көріп, сол киноның ішіне кіріп кететін болсаң, сол киноның ішіндегі сол бас кейіпкердің образын сомдап шығасың. Содан ол бас кейіпкер тығырыққа тірелсе, сенің де кәсібің тығырыққа тіреледі. Ол ауырса, егер сол бас кейіпкердің буыны сыздап, жамбасы ауырып, ауруханаға түсіп қалатын болса, сен де сол кейіпкердің ролын бұл дүниеде сомдайсың. Сол үшін мен киноларды, үндінің киноны тіпті де көрмеймін. Жек көремін олардың киноларын, көрмеймін. Музыкалары да жаман, барлығы жаман. Мен кино көрмеймін, ешкімнің киноны көрмеймін. Кино деген ол біреудің өтіп кеткен өмірі. Біреудің өтіп кеткен өмірін өзімнің дәл қазіргі өмірімде оны көріп, мен не істеймін, не қыламын? Оданша дәл менің қазіргі өмірім сіздерге йога үйретіп, қайнаған су ішіп, мына чиенің дәмін жеп, дәмінен ләззат алу. Сол үшін қыздар, мен ешкімді танымаймын. Тіпті десең, осы Алматының әкімнің кім екенін білмеймін, маған қызық емес. Өзімді ғана білемін, сіздерді ғана білемін. Массаж үйренетін қыздарды ғана білемін, массаж жасататын адамдарды ғана білемін. Кино ма? Білмеймін мен, көрмеймін мен. Көрмеймін де ешқандай киноды. Әнді тыңдайсың ба? Сөзіне қараңдар, мағынасына. Бір кезде мен Қытайдан келген бір кісінің әнін тыңдап, сол әнді тыңдап, қиын жаман болып қалған менің өмірім. Сол әннің бір жұмбағын айтып берейінші. Екеміз кездескенше, ақ шашымыз ағарғанша деп бір Қытайдың қазақтарының бір әні бар сондай. Сондай бір махаббат әнін тыңдап жаман болып қалдым емес пе бір кезде? Ақ шашымыз ағарғанда кездесеміз деп. Жап-жас жігіттер шашымыз ағарғанда кездесеміз деп. Сонда бір қызға бола, сонда шашың ағарғанға дейін күтіп отырасың ба соны? Сонда бір қызға бола дүние құрып кетпейді ғой. Сол үшін әндерді тыңдамаңдар, сөзіне қараңдар, сөзіне, мағынасына. Көрмеңдер түріктің киноларын, өтірік. Айтпақшы, Димаш Құдайберген туралы бір әңгіме айтайыншы. Ана жолы менің күйеуім Қазақстан дауысы деп бір дауысты әнді тыңдап отыр екен. Мен ол кезде неде отырғам? Сабақ оқып отырмын, мына жақ құлағым естіп отырды. Ойым сабақта, сабағымды қарап отырдым. Сөйтіп едім, Димаштың дауысы шықты. Сондай әдемі Димаштың дауысы. Димаштың дауысынан аумайды екен. Содан кейін бір уақытта төрағалар дауыс беріп жатыр ғой анаған. Дауыс беріп басып чар-чар деп бұрылды. Содан бір уақытта сөйлеп жатыр біреуі. Сен неге Димашты торап жатырсың? Димашты торамасаң болушы еді.
өзіңнің даусыңмен шыға берсең болушы еді деп жатыр. Содан кейін әкеші жаным көрейін деп ана телефонды бүйтіп қарадым. Қарасам Димаш емес, басқа бір жігіт тура Димаш сияқты ән айтып жатыр. Айнымайды Димаштың дауысы. Содан ана төрағалар бар ғой, ана баланы блокқа салып тастады. Неге сен Димаштың дауысын дорап ән айтасың? Айтпаған болсаң мен саған бұрылатын едім деп. Ана бала біртүрлі жаман болып қалды. Негізі о бала тура мен Димаш сияқты болғым келеді деп Димаштың дауысын салғанда айнымай Димаштың дауысын салып алды. Тура Димаштың дауысынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Ой құдайым-ау, не деген жақсы. Ана төртеуі бұрылып, үшеуі бұрылмай, біреу ғана бұрылды ғой деймін. Үшеуі тұрып біреу айтады ғой, неге Димаштың дауысын дорайсың? Димашқа оқсамай басқа ән айтсаң болмай ма деп. Не деген іштарлықпыз деймін да. Неге бүйтіп айтпайды? Вау! Екінші Димашымыз. Мә, айналайын бауырым. Молодец, жарайсың бауырым. Тура Димаштың дауысын салдың ғой. Мен ойламаппын Димаштың дауысын салады деп. Мен Димаш екен де қаппын мен сені. Ой, жарайсың бауырым. Алға, тек алға деп неге айтпайды деймін да. Димаш шығып еді, чыңғырасыңдар деп Димашты. Ол менсің бет, Димашқа ұқсайтын бір бала шығып еді, оны неге Димашты дорайсың? Сондағы бізге кім жаға дей? Сонда біз не боламыз дей? Сонда қашан біз өзіміз көтереміз, қашан өзімізге чабып береміз? Мә, мен таңғалып қалдым ғой ана баланың. Мә, мен ана жерде отырсам айтатын едім, мә, бауырым, керемессің ғой Димаштың дауысын салған. Не деген керемессің? Өркендей бер, өсе бер, айналайын жаным сол. Өрсе бер, тоқтама, қанатың талмасын. Тура Димаштың бір қанатына отырып ал, айналайын бауырым деп солай айтушы едім. Аналар апарды да Димашты блокқа салды. Ана баланы. О баланың атын білген жоқпын. Қараңыздаршы Қазақстан дауысында сіздер қандай баға береді екенсіздер. Қазақстан дауысы деп. Баланың атын білмей қалдым. Содан кейін о балаға да біраз шабыт бер. Димаштан екеу болса не болыпты екен, не болыпты екеу болса? Димаш сияқты баладан екеу болса не болыпты? Дауысы бір-біріне ұқсайтын, түрі екі түрлі. Ода тұрған не бар екен? Не деген шыдарлық, Қой жандарым, мен отырмын ғой әңгіме дегенді лақты қойып, 157 адам көріп отырсыздар. Жандарым сол. Мен чайымды ішейін. Ана кім, Гүлшира, чай ішкісі келді ғой деймін олардың. Қайта кіріп шығып отыр. Мен чай ішетін үйлерінде әңгімені айдатып отырмын. Иә, соны айтсаңызшы дейді. Иә, соны айтам. Чай ішеміз ба? Тәжеп тапен жете ме? Тапен жете қояткенде неше болсам? Жақсы, ондай болса, қажетметке жұмысқа келіңіздер, массажға келіңіздер, жұмысқа келіңіздер, коктейль ішуге келіңіздер, йога жасауға келіңіздер. Одан кейін өздеріңіз мен айтып отырған сөздерден қандай әсер алдыңыздар, әсерлеріңізді жаза отырыңыздар. Кімнің жазған мақаласы мықты болса, мен соған сыйлық беремін. Өз қолымменен сіздерге беттеріңізді жуып, шайып, тазалап, беттеріңізге массаж жасап беремін. Бірақ астына нөмірлеріңізді жаза кетіңіздер, міндетті түрде. Бүгінгі тікелей эфирден болған әсеріңізді жазып, қандай әсер алдыңыз, соны жазып, содан кейін астына телефон нөмірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Мен көрем, оқимын, қайсыңыздың мақалаңыз күшті болса, мен соны сіздерді қайтем шақырамын, модель болуға шақырамын. Модельге, мысалы, қазаның бір күні басталатын курсқа модель болуға сізді шақырамын. Келіңіз, бүгін менде бет массажын үйретем, маған модель болып жатырмыз, мен сізге тегін жасап беремін деп. Не, жандарым сол. Ондай болса, аман сау болыңыздар. Кездескенше күн жақсы болсын. Егер тікелей эфирім ұнап жатса, маған не қылсаңыздар, достарыңызды көбірек мені чаттарға көбірек лақтырып қойсаңыздар, жаңағы Димашты сөйлеген жерлерімді кесіп алып, YouTube каналдарыңызға салып қойыңыздар. Менің әдемі сөйлеген жерлерімізді кесіп алып, TikTokқа айтпақшы. TikToктан, Instagramнан, YouTube каналдан ақша жасауға болады, қыздар. Егер де өзіңіз Instagramда сөйлей алмасаңыз, YouTube каналға шыға алмасаңыз, менің мына тікелей эфирлерімді алып, кесіп, TikTokқа сала берсеңіздер болады, мен рұқсат беремін. Бірақ астына менің парақшамды тіркеуді ұмытпаңыздар. Хорошо? Жаңағы кімді Димашты айтқан жерлерімді кесіп алыңыздар да, TikTokқа салып, астына менің парақшамды тіркеп, өздеріңіздің TikToктарыңызға қайтесіздер, адам жинап алып, сол жерде жаңағы косметикаларды сатыңдар, қыздар. Сөйтіп солай ақша жасаңдар, жарай ма? Жақсы, аман сау болыңыздар. Ертең кездескенше күн жақсы болсын. Түстен кейін мүмкін йога жасап қалатын шығармыз, қараймыз, қарап көреміз.